Бекендерді Шұбартау халқы өзінен өзі Шұбартау халқы ғана емес, бүкіл Қазақстан шетелде аты әйгілі болған ғалым. Бекенді бүгінгі таңда білетіндер барлығы да академигімізді құрмет тұтады, мақтан тұтады. Егер біреуге мақтану керек болатын болса, басқасы да сол ең бірінші Бекеніміз айтылып жатады. Бекен біздің ғалымдығынан болса, жаңағыдай айтылып жатыр, өте өз елінің, өз жерінің үлкен патриоты болады. Жаңа айтқандай, 60 жасын мерейтойын осы жерде өткізді. Енді баршасынан қаншама ғалымдар, оқымыстылар шығып жатыр ғой. Бірақ олардың ешқайсысын білмей, мен мерейтойын осы туған жеріме, өскен жеріме осы жерде өткізейін деген. Мінекей Бекеннің бұл да өзінің үлкен туған жері деген өте ықылас пейілі, жақсы көретіндігі оған айтылып жатыр. Ол кісі біз баршасына үнемі жиі келіп отырады. Жиі келіп, сондай жаңағыдай ғалымдары бар, басқасы бар, өте қарапайым, кереметтей азамат болатын. Бұл енді өзің өмірінде өзің ғана емес, келешек ұрпақты ойлаймын, ойлаумен солардың келешегінде. Мінекей жаңа айтқандай біздің ауылдың балалары, қаланың балаларынан ешқандай кем болмасын, кемдігі де жоқ деп, өзінің ауырып жатқанына қарамай, сол елде заманауи компьютерлер сыйлады. Сөйтіп, өзінің атында компьютерлік класс ашты. Бүгінде ол жаңағыдай компьютер класстары балалардың жақсы игілігіне, өзінің білімдеріне қарай жетілдіруіне жақсы көмек болып келе жатыр. Енді ертең сол мүмкін арманда болған шығар, Бекеннің осы балалар өзінің жолын құрса, ішінен ғалымдар шықса деген сияқты. Осыны еске алып, информатикадан жасанды интеллект дейміз қазіргі өте шығып келе жатқан. Осылардан аймақтық үлкен олимпиада өткізбекші. Бекеннің атындағы. Бұл деген осы жердегі өзіміз білетін баршасының балалары ғана емес, осы аймақтағы балалардың барлығы да Бекеннің кім екендігін, оның еңбектерін жақсы ойланасы керек. Сөз жоқ, олардың өмірде үлкен бір жақсы қозғау болады. Және оны Бекеннің атын ешқашан ұмытпайды деген сөз. Енді Бекеннің атында ұрпақтарына біз үлкен жақсылықтар тілейміз. Өсіп өркендей берсін. Жолдасына Алла Тағала ғұмыр берсін. Амандық болсын. Бүгінгі беріп жатқан ас қабыл болып, Алла Тағала сауапқа жазсын. Артық қуанышқылық той болсын. Алла Тағала бастарыңызды жақсылықта, аманшылықта тойда қосылуды Алла Тағала нәсіп етсін. Амандық болсын.